Bismillah, bismillah. Bu sırtınдағы bu nelerine kірмейді ішіне. Ауылдағы құдығымыздың ішіне құм толып қалыпты. Соған мінекей суына түсті. Бұрын мен бұлай тартылайтын, бұлай тартылайтын да тіркет. Оказывается, олай емес екен. Осылай кішкене ғана бүйтіп тартылатып. Істесең, мен алай жоқ болып жүрдім ғой бұрын. Содан кейін бір жаз бойы тазалағам осы құрды. Сөйтіп 5-6 рет тазалағаннан кейін үйреніп алдым. Шаршап осылай ғана жұлқылап тұрғам ғой, сосын көп шығады екен осылай. Бұны қолмен өздері қалды ғой, Ja. Жігіттер қалды ма? Так, мына жаққа мұз болып қояды ғой, әрірек тиін ба? Жел айтып отырып оларым. Бұл қаншама Қара, Али, мынаны түртейші. Сен штатив емессің ғой. Сен қозғалып аласың, Али. Көрдің анда қанша су шықты, не құм шыққанын? Жақындап келіп көрсетсейші. Міне тұр, Али. Тағы да осындай процедураның бір 20 рет па солай істесең, мысалы 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. көп балалар көп, 20 реттер көп болды. 20 рет көп екен, яшын бір 15 рет істесең, и как раз тренировка мына иығыңа бүйтіп ұстайсың, топ деп тартасың, тасайсың. И былай айтасың тренировка. Ананың ішінде су болады, құм болады, темірдің өзі бар. Бұрын бұдан да ауыр бір темір болатын. Су мінекей, осыншама су. Мына жаққа жақындап келіп көрсетейін. Мынаншама құм. Осылай. Бір осылай бірнеше рет тазалаймыз. Жарайды. Су әнеке науаның түсін көрдіңіздер ме? Қоңыр болып кеткен ғой. Сондай. Сол үшін тазалап жатырмыз. Су тайыздалып қалды ғой. Ау? Су тайыздалып қалды. Иә, еще су тайыздалып қалды. Сормай қалды мұнан аса суды. Құм құлап. Ал қазір осыны тазалап болғаннан кейін көрсетем енді примерно. Қалай екен түсіндіңдер ғой. Мінекей. Мынаншама құм шықты. Қаншама құм шықты? Иә. Қазір тереңдігін. Мынандай ғана тереңдігі. Иә, мінекей, ізі тұр ғой. Мынандай бір 30 сантиметрдей ғана болды. Енді 30 сантиметр болмайды ғой енді. Қазір тексеріп көреміз. Шығарып. Мына құм соңында кішкене ғана шығады өзі, басында көп шыққаннан кейін. Байқаңыз, ар жақтан Америкаға бірақ біреудің табанын қырықтап тұрмаңыз. Жерді тесіп өтіп. Шығарып жатыр. Бұрын мынандай құлап, мындай қоңыр болып кеткен ғой су. Құм аралас. Мінекей қараңдар, қаншама. 1 метр болып тұр, иә? Мінекей. Ана өзі 1,20 вроде ненің ұзындығы, иә? 1 метр. Мінекей тамаша. Мінекей мұнаны мен айтайын бес. Мына жерде де мана. Иә. Неме тағы да бір. Ана уже мана шықпай еді, түбінде кішкенеден ғана құм шығып еді сосын. Мен уже сосын болды дедім. Осылай қазір енді. Иә, жетеді ғой енді. Иә. Ручок деген. Малыш бар, ручок. Коробканың сыртында. Ручок деп тұр да. Осының алдында осындай ғой жұмыр. Осындай. Бұның бір жақсысы мында жақында чәліп. Үстінде не сондай. Су алатыны үстінде.
мынаның түбі астынан көрсеңші. Мына асты просто жай қойып қояды, тиеді, үстінен уже ала береді ғой. Ақырындап жіберейін. Жібер, жібер. О, бісміллә, бізге су бер. Су әкеп бер, үстіне шығарып бер. Давай. Мына өзі башы тереңдігі неше метр екен? 8 ба? Су маған ғой, жай. Бізде сол ауылдың бір жақсы 8 метр примерно тереңдігі. Вот. Тие ма мына? Тиген жоқ қой. Яки? Жоқ, астына тиген жоқ қой деймін. Жоқ, мына бұтатайын ба? Емес, сен астына су тағы орын бар ма? Иә, бар. Су. Қаншалықты кірді екен просто суға? Басы кірді ме екен? Кірді қой. Көріп тұр. Көргенің келсін сен. Естіңіз? Мінекей мынау түсіп тұрған жоқ. Вот дейді ғой. Қой. Все, значит, нормально кетті ғой суға, иә? Мынандай болды. Все, шелек астың? Қайтын ол шелек қайтын. Atayım bak. Ой. Можно кеткенмін. Кет қоймай. Ой, су келмеді. Енді келеді. Нравится, не тянешь, что уже обрезать. Неге нетпестен? Кішкене бүйтіп тартып көріп. Ой, одан түсіріп қой мына. Ну, несі вообще болса қанат. Шығып кетті ме? Шығып кетті ғой. Шығып кетті. Қапат деген ай. Мынаны мен бірге ұстайсың ғой. Все, анда тарта беріңіз. Тоқтаңыз, осылай. Шығып кетті ғой. Жаман еттіған жоқ қой, қап тұрған жоқ қой. Қайсы? Қазір ілеймін. Қалды ғой. Мына жерде тесігі бар екен ғой. Қазір. Тесігі болған қайтесің тесігі? Бұл қатып тұр ғой. Иә, қатып қалған сол үшін. Сосын ғой. Иә, енді запасной бір неміз бар заты. Андағын қайда киго кіргізіп жылтамыз ба? Не көрген мені? Короче, мынау қатып қалып тұруғамыз. До свидания. Сосын не осы бөлмейтін. Все, әкел. Мінекей, салдық жаңадан әкелген. Қайта ана ескісіз де істеп тұрған, просто мұның қатып қалған ғой. Суымыз қадір. О, шүкір. Вода пошла. Иә, аналар пока что өздерінің қар жеп жүр. Кейбір жақтарда осы айтады ғой, қойларға мүлде су бермейміз, қар жеп өмір сүреді деп. Сол қай жақтарда сөйтіп жазып кетіңіздер енді комментарияға. Естігемін, бірақ шын ба өтірік па, біз өмір бойы осылай су беріп жүрміз.